біздің енді мұндағы сапарымыз мәресіне жетіңкіреп жатыр. Сол үшін енді сол сапарларымыздың бір қорытындысы ретінде жалпы адам енді рухани сапар деген не, одан мұсылман адам не алу керек деген бір нүктелерге тоқтап өтсем деймін. Жалпы рухани сапар ол тек қана умра емес, оны енді анау қазіргі заманауи тілмен айтқанда андай демалыс сапарларда бар ғой, ретрит деп қояды. Сондай қылып та жатады. Мынау бір кішкентай рухани демалсам, қайдамын, не істеп жатырмын деген бір жерге келіп ойлансам деген сапарлар да бар екен. Дегенменен менің айтқым келген нүкте, адам жалпы өмірден, осы өмірге келуі, осы өмірден өтуі, бұның бәрі сапар ғой. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл өмірде жолаушы сияқты бол деген сөзі бар. Яғни бір жолаушы сияқты өтіп бара жатып, жаңағыдегі тек қана сол сабақ алып, алдағы қойған сапарыңызға көңіл бөліп, баратын жеріңіздегі мақсатыңызды ұмытпай, содан жаңылмай, алға қарай жылжу дегенді білдіреді ғой жалпы. Өмірді де дәл солай пайғамбарымыздың осы сөзін таңдасақ болады, талдасақ болады. Жалпы біздің өміріміз бір бейне бір сапар болса, мұсафир адам, яғни жолға шыққан сапардағы адам, жолда кетіп бара жатып, сол жолдан бір жерге тоқтаса, немесе сол бір жерлерді бір нәрсе көрсе, сонымен алданып, әр қайсысын шұқып жүре берсе, ол ешқашан баратын жеріне жете алмайды. Екіншіден, өтіп бара жатқан жердің бәріне егелік қыла алмайды. Ол сапардағы адам ғой. Ал енді бір кейде біз осы алға қойған мақсатымыздан жаңылып кететін жағдайымыз бар. Осы бір нүктеден сөз бастасам деймін. Мынандай бір өмірдің ақиқаты бар ғой. Адам, ол енді хадисте де келеді. Адам өлгенде оның жаны аспанға көтеріледі дейді бірінші. Адам өлгенде оның жаны аспанға көтеріледі дейді. Ал денесі жерге қойылады дейді. Яғни адамның рухы менен денесінің орны осы бір тұс көрсеткен сияқты, байқайсыздар ма? Яғни қайсысы биік, қайсысы биік еместігі. Ал бір кейде мына өмірде біз екеуін керісінше түсінеміз ғой. Өзіміздің рухымызды, ішкі жан дүниемізді соңына қоямыз, оны ойламаймыз. Бірінші орында денемізді ойлаймыз. Бірақ ол дене бізге кішкентай уақытқа берілген, сәл ана уақыттан кейін ол аманат болып қайтадан тапсырылатындығы. Енді аманат деген дүние, ол білесіздер ғой, оған қиянат қылуға болмайтындығын, оны күту керектігін. Бірақ аманат бұл сіздікі емес қой. Сіздің неңіз емес қой. Мүлкіңіздегі зат болмағаннан кейін оны егесі қалаған уақытында сұрайды. Сондықтан оны ризашылықпенен бересіз. Сондықтан мына өмірде біз материалдық тұстарға қатты көңіл бөліп кетеміз кейде. Ол материалдық тұстар өмірде болады, ол енді болуы да қажет. Онсыз өмір сүре алмаймыз. Шайда, тамақ та керек, үйде керек, жұмыс та керек дегендей. Дегенменен осы мақсаттар адамның ішкі жан дүниесінен, адамилық қасиетінен жоғары шығып кетпесе дегім келеді. Екінші бір нүкте, осы умрадан байқасаңыздар, бірнеше адам өзінің өміріне мынау сапарға, осы жолда керек болатын бірнеше нүктелер алады. Соның ең біріншісі, мен ойлаймын, умраға келгенде қайда баратыныңызды, не істеуді, қалай жасауды білмегеннен кейін адамнан сұрайсыз, дұрыс па? Ендеше білім. Бұл өмірде білімнің маңыздылығы бар. Егер өзім білемдікке салсаңыз, бәрін бүлдіресіз. Ең қызығы, білетін адамның соңынан ерсеңіз, жасайтын амалыңызды сауатты жасайсыз. Қай жерде тұру керек, қай жерде не істеу керек, жаңа толыққанды орындалады. Ендеше білім бұл өмірдің дұрыс бұрысына, жалпы жарқын өмірге, білімді нұр десек болады ғой, жарқын өмірге өте себепкер нәрсе. Осы білім
барлық уақытта керек. Дүние іздесеңіз дүнияуи білім керек. Және де дін іздеген адамға міндетті түрде діни білім керек екен. Екінші, біз осы сапарымызда көрген нәрсеміз, ол мына көпшіліктің топырлағанын байқадыңыздар, ер азаматқа әсіресе 5 уақыт жамағат намаздар міндеттелген, жұма намазы бар, айт намаздары бар, яғни уақыт-уақытыменен көпшілікпенен араласу. Сондықтан ер кісі өз басын ғана ойлау емес, бәлки қоршаған жамағаттың бір топтың азаматы болғаннан кейін сол топтың да қадірін, сол топтың да ақысын беруі міндет болатындығы бізге үйретіледі. Сондықтан әрбір ер кісі өзінің өмірінде тек қана өз басын алып жүру емес, өзінің жанұясын алып жүру, одан бөлек өзінің еліне деген, өзінің қоғамына деген бір қандайда бір үлесін қосуы керек болатыны сияқты. Және де сол әрдайым қоғаммен араласып жүру, біздің дініміз соны қолдап қуаттайтын сияқты көрінеді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда бір сөз бар: мен бір ауылға барып мешіт салсам, және де сол мешітке имам тағайындайтын едім, және де соған намазға 5 уақытқа келіңдер деп бұйрық беретін едім. Егер сол бұйрыққа келмесе, мына жерге отын жинап, сол бөлінген адамды отқа жағатын едім деген мысалы бар. Оның мақсаты бөлінгенді бөрі жейді дегені. Яғни қоғаммен араласпай, өз басым өзімменен, өз күнім өзімменен деген жеке бастың қамын ғана ойлаған азаматтарды пайғамбарымыз жақтырмағандығын білдіреді. Сондықтан қоғамшыл болу, қоғамға пайдасы тию, оны ойлай білу, бұл үлкен нәрсе. Одан кейінгі бір үлкен мәселе, умрада біз Қағбаны айналдық. Одағы мақсатымыз, ғалымдарымыз айтуынша Алланы ұлықтау деп айтады. Одан кейін Сафа Маруаны жүрдік. Ол жерде негізгі мақсат Ажар анамыздың соңынан ерген амалдар деп айтады. Ажар анамыз ол жерде су іздеді, дүниенің берекесін іздеді. Яғни, бұлай айтқанда, дін менен дүние бейне бір ұштасқан іс жасағандай боласыз умрада. Және де ол халді әсіресе ер азаматтан қаттырақ көрінеді, үстіне ақ киім ғана киіп алады. Яғни ол ақ киімнің белгісі де кебінді білдіреді. Кебіні үстінде бар адамда қалта болмайды көбінесе, өте қажетті заттарыңызға алуға болатын белдік тағуға болады. Яғни өте қатты қажетті затыңыз ғана ұстауға болады. Қалған уақытта сіз алдыңыздағы іспен айналысасыз. Дәл сол сияқты біздің бір бейне өмірімізді баяндаған сияқты. Бұл өмірден еш нәрсе алып кете алмайсың. Бұл өмірге жалаңаш келдің, жалаңаш кетесің. Ендеше сол осы өмірде адам өзінің өлетінін ойлап өмір сүрсе екен. Одағы мақсат осы молдалар өлім туралы айта берді деген мағына емес. Бұны психологтар да айтады. Оның мақсаты өзіне маңызды болған істермен айналысып, маңызы жоқ болған, бекершілік болған істерден барынша шеттелгені абзал болатындығы айтылады. Артық нәрсені көтерген сайын ол сізге жүк болатындығы, ал керек нәрсені сізге жүк болмайтындығы бізге ұғындырылады. Және де осы сапарымыздағы біз Аллаға жақындықты сезінуіміз. Соның ішінде қолымызды жайып Алла тағаладан барымызды сұрасақ, Алла тағала біздің дұғамызды қабыл етуші болуын сезіну, бұл үлкен нәрсе. Біле білсеңіздер, мен умрада көптеген нәрселерді көрдік. Егер содан сабақ ала білсеңіз. Мысалы, осы өмірдегі бір қиыншылықтарды жеңуді үйренуге болады адам. Солардың ішінде осы гидтердің ең атақты сөздері бірінші аэропортта түскенде не туралы айтады деп ойлайсыздар? Сабырлық туралы айтады, білесіз ба? Ең бірінші уағыз негізі сабырлықтан басталады. Өйткені біледі ол кісілер. Мынандай бір ақиқат бар да осы жерлерде. Сіз осы жерге келісіменен, осындай киелі жерге келісіменен алдыңызда сынақтар келіп қалады. Бірақ егер сол сынаққа сіз қасарсаңыз, сол сынақты көтер алмай
тіліңізді жаңағыдегі еркіне жіберіп қойсаңыз, ол сынақ күшейе түседі. Әлі оның басқа түрлерін көре бастайсыз. Өзіңізге сабырлық танытып, сол жерден жақсылықты көріп, жамандықтан жеріп үйренбесеңіз. Ал егер сіз басыңызға түскен сынақты сол кәдімгідей қарапайым қылып көтере білсеңіз, онда ондай сынаққа душар болмайсыз. Сондықтан тілді тыюды, көз құлақты тыюды, қол аяқты жаман нәрседен тыюды үйретеді бұл жер. Өйткені харам жері. Харам деген сөз арабтың сөзінен алынған, тек қана тыйым салынған деген сөзді білдірмейді. Тыйым екі нәрсе үшін тыйым салынады. Біреуі арамдығы үшін, біреуі киелілік үшін, қасиеті үшін. Бұл жерлер сол қасиеті үшін тыйым салынған жерлер. Яғни аң аулауға болмайтындығы, ихрамдағы адамның ағашты сындыруға болмайтындығы, яғни керексіз іспен айналысып кетудің керек жоқтығы айтылады. Бұлай мен бір шеттерін ғана айттым. Жалпы біздің осы умраға келгендегі алатын сабақтарымыз өте көп. Оны мен ойлаймын, егер жүрегіңізде көңіл көзі ашық болса, сабақ алдыңыз деп, жүрегіңізге түйдіңіз деп ойлаймын. Өйткені адамның ішінде не нәрсе болса, сол нәрсені алады бұл өмірде. Сол нәрсені көреді бұл дүниеде. Енді бір сөзімді қорытпай тұр, бір үлкен маңызды нүкте айтам. Мұсылман адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көрсеткен жолымен шынайы жүрген адам қандай бейнеде болу керек деген сұрақ өмір бақи қойылатын, әрдайым маңызды болатын дүние шығар. Бірақ ол туралы ғалымдарымыз өте көп айтқан. Шынайы мұсылман адам қандай болу керек дегенде, ол ондай болу керек, мұндай болу керек, қасиеттері бәрін айтады. Мен соларды жинап бірнеше нүктеге біріктірсем дегім келеді. Шынайы осы бір рухани сапарға шықтыңыз. Сол рухани сапардан алған сабақтарды да қосып, жалпы мұсылман адам қандай болу керектігін бір өзіңіз үйреніп, соған амал қылсаңыз, және өмір бақи осы нәрсені жетілдіре білсеңіз дегім келеді. Біріншіден, мұсылман адам біріншіден Аллаға жақын болуды ойлайтын адам. Ендеше Аллаға жақын болуы керек. Сол Аллаға жақындауды мақсат тұту керек. Күніге таңертең тұрғаннан кеш батқанға шейін өзіне бір сұрақ қойса әдемі болады. Яғни бүгін мен Аллаға жақындайтын не істедім? Және де кешке жатқан кезінде бүгін мен Аллаға жақындайтын не істедім деп. Әлбетте осы сұрақ өзінің алдағы мақсатынан адамды тайдырып жібермеуге керемет жәрдем береді. Керемет жаңылмай жақсы істерге үндейді. Ал енді істеген істері болса, соларға бір қуаныш сыйлап, өз-өзіне баға беруді үйренеді. Осының жанында сол Аллаға жақын болу, бұл үлкен маңызды нәрсе екендігін білсек екен. Өмірдің мәніменен бүкіл дәмі сол шығар. Оның жанында мұсылман адам міндетті түрде білім алу керек. Өзінің дін деп ұстанған нәрсесі, ол жай ғана әркімнен естіп алған, немесе интернеттен түртіп алатын дүние емес. Оған кәдімгідей көңілменен, маман адамнан сұрап, етегінен ұстап, сол маман адаммен отырып реттелгені жақсы. Бірақ маманның да маманы бар екенін білесіздер. Байқайсыздар ма? Қазіргі қоғамдағы бір мынау когнитивное искажение деп айтады ғой, бір түрлі бір қисық түсініктер пайда болған халықтың арасында. Өзі мини-юбка киген әйелдер, аналар, қыздарына ибалық туралы сөз айтатын болған, өздері боянып алған әйелдер жаңағыдегі хижаб туралы, Аллаға жақын болу туралы сөз айтатын болған. Өзі амал қыла алмайтын адамдар дін туралы, Құдайға жақын болу керек туралы сөз айтатын болған. Бұл енді оларды айтпа демейміз. Мүмкін өздері амал қыла алмай жатқаннан айтқан тірліктер шығар, барын жеткізіп жатқаны шығар. Дегенменен мәліметті шама жеткенше жақсы маманнан, өзі айтқан сөзіне шамасы жеткенше амал қылушы адамнан алғаныңыз жақсырақ болады. Өйткені біліңіз, адам ұмытшақ және адам әрдайым көп жаңылысқыш. Мысалы, халықта сөз бар. Күніге өлік жуатын адам
өзінің өлетінін ойламайды деген сөз бар. Яғни күніге өлік жуады, моргта жұмыс істеп. Бірақ ол адамнан сен де бір күні өлесің ғой деген нәрсені өзі ойламайды да, ойына келмейді. Өйткені күніге жұмысы сол болғасын үйреніп қалған ғой ол. Бір күні қорқады өліктен, 2 күн қорқады. Содан кейін ол үйренеді да. Сол өліктерді ары бері аунатып, үстін неше түрлі өліктер көреді, соны жуа береді. Бірақ өзі мүмкін соны сол столдың үстінде өзі бір күні жататынын жүрегіне келтірмейді. Өлімді ойлаудағы мақсат, құрметті жақсылар, біздің өмірдің қысқалығын мойындау, уақытымыздың тез өтетінін мойындау. Ол өмірдің шынайы ақиқаты. Одан кейін шынайы мұсылман адам осы білімнің жанында, жоғарыда айтқанымдай, көркем мінез, яғни амалға қатты көңіл бөлуі қажет болады. Себебі біздің дініміз жай ғана білімнен тұрмайды. Біздің дініміз амалдан тұрады, іс-қимылдан тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ол кісінің ұстанған жолдарына қатты көңіл бөлсек, байқайсыздар ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы Мекке қаласында, Медина қаласында үйреткен білімдері бар жоқ Құран, сосын хадис. Оның жанында басқа ешқандай білім жоқ қатты алып баратқан. Және де сахабалар сондай ұлық болған дейміз. Сонда сол сахабалар ұлық болса қандай болды? Ол сахабалар университет бітірген жоқ. Ол сахабалар сондай бір жаңағыдай жоғары дәрежеге несімен жетті онда? Әлбетте амалымен жетті. Біздің дініміз амалдан тұрады. Сіздің айтқан сөзіңіз, істеген ісіңіз, жүріс-тұрысыңыз, осы сіздің дініңіз. Сіздің дініңіз қандай екенін көргіңіз келсе, өзіңіздің амалыңыздан қараңыз. Қаншалықты Құдайға жақынсыз, сіздің дініңіз сонша. Сондықтан сапалы, сондай бір керемет мұсылман қандай болады дегенде, ойлаймын, ең оның тұтқасы амалымен болады, ісімен болады. Әлбетте іске апаратын нәрсе біріншіден дұрыс білім, екіншіден жақсы ниет, әлбетте ішкі жан дүниенің бай болғандығы. Өйткені сыртқы амал, ол сыртқы амал. Амалдың барлығы адамның ішін көрсетеді, ал кейде көрсетпейді. Сондықтан амал да бір алдамшы зат. Дегенменен бізге өте маңызды нәрсе. Өйткені амал бізді Аллаға жақындатады. Амал бізді ішкі жан дүниемізді түзетуге де үйретеді. Сосын тағы бір нәрсе. Маңызды дүние мұсылман адам қоғамшыл болуы. Ол барлық жерде айтылады. Сіз егер бір мамандықты болып, сол мамандықты игергіңіз келсе, достарыңыз, араласатын адамдарыңыз сол мамандықтың адамдары болғаны жақсы. Әрдайым. Мысалы, сіз компьютердің мамандығын жақсы көресіз ба? Онда сіз сол компьютерді жақсы көретін, компьютердің онсыз өмір сүре алмайтын, таңнан кешке дейін соны ғана айтатын адамдармен бірге болуыңыз қажет болады. Сіз бір ағаш ұстасын үйренгіңіз келе ма? Онда ағаш ұстасының жанына барасыз. Темір болады ма? Темір ұстасының жанына. Яғни сіз қандай мамандық игергіңіз келеді, сол мамандықтың адамдарының жанына жүруіңіз қажет болады. Ендеше сіздің өмірде осы діннің орны бар ма сізде? Сізге жәннат керек па? Шынайы жәннатқа лайықты болған адамдарды тауу керек. Сосын адамдарды да қандай дәрежеде бөлеміз десе, әлбетте ғалымдарымыз айтады, шама жеткенше өзіңнен жоғарыменен араласасың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмір осылай үйретіледі. Өмірде де әрдайым өзіңнен жоғары. Мысалы, шахматты жақсы ойнауды үйрену үшін не істеу керексің? Мықты адамдармен шахмат ойнау керексің. Бокста да дәл сондай ереже бар. Сен чемпион болғың келе ме дейді? Иә дейді. Өзіңнен мықтыларменен күрес дейді. Өзіңнің мықтыларменен қашан күресесің, сол өзіңдегі мықтыларға қашан төтеп беруді үйренесің, сені чемпион қылады. Ал егер сен өзіңнен төмендегілерменен күресе беретін болсаң, сен чемпион болмайсың. Өйткені жаңа әдіс үйренбейсің, өз-өзіңе дамытуға бір көңіл бөліп сөз бөлмейсің. Бәлки, әрдайым жеңімпаз болғаннан кейін сізде мотивация жоғары болмайды. Сіз ойлайсыз, мен бәріне жетіп қойдым, мен болдым, мен толдым. Бітті да? Болдым, толдым деген адам не болады? Сол күні ұтылады ғой, өйткені тұрған су не істейді? Сасиды. Тұрған су сасиды. Бұл өмірде де сондай. Шынайы жәннати адамдарды іздеңіз. Солардың жанында болыңыз. Солармен араласыңыз. Солардың жанында бір нәрселер үйреніңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мысалы өмірдің мәні туралы керемет айтады. Өзіңнің дүние туралы айтады. Өзіңнен төмен
жағдай төмен адамдардың достарың болса, солардың үйіне көбірек кір дейді. Өзіңнен жоғары экономикалық жағынан ғой, жоғары достарың болса, олардың үйіне азырақ кір дейді. Өйткені сол кірген сайын сіз бір нәрсе алып шығасыз ғой. Егер жағдай төмен адамның үйіне кірсеңіз, не алып шығасыз? Шүкір деген, қанағат деген нәрсені алып шығасыз. Құдайға шүкір, әжептәуір жерге жетіппін деп өзіңізге баға бересіз. Ал егер өзіңізден жоғарыларға кірсеңіз, өкініш деген нәрсені алып шығасыз. Әй, менің істеген нәрсем еш нәрсе емес екен мыналардың жанында деп. Бірақ жарысу бұл жерде дүниемен жарыс емес қой, түсінесіз ба? Ақша, дүние деген сөз, ол жай ғана құрал. Сізді бір жүрегіңіздегі алға қойған мақсаттарыңызға жеткізетін нәрсе ғана. Сондықтан дүниедегі нәрселерге жарысу ол басқа нәрсе. Айтпағым, құрметті жақсылар, біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салып кеткен жол бойынша жақсылық жасаудан жарысыңдар дейді. Жақсылыққа ұмтылудан жарысқан абзалырақ болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанындағы қауымдарда сондай еді. Тіпті мысалы Омарды байқайсыздар ма? Бір күні мешітте отырғанда Әбу Бәкірдің жанына отырады. Отырғанда Әбу Бәкірге сұрақ қойылады ғой. Осындай деп сұрақтың бәріне жауап берген кезінде Әбу Бәкірге Омар қарап айтады ғой: "Ей Әбу Бәкір, енді бұл күннен кейін мен саған қалай жетіп алады екенмін" деп айтады. Сонда байқасаңыз, ол кісі жақсылықты әрдайым жарысып жүреді екен. Дәл солай болады. Омар халифа өзінің патшалығының соңы болып жатқан кезінде соның жанына келген Әзіреті Алидің сөзі бар: "Ей Омар, өзіңнен кейінгі патшаларға сен не қалдырдың? Сенен кейін біз кіммен жарысамыз?" деген екен. Яғни сен бәрімізден озып кеттің. Біз қалай сенімен жарыса аламыз деп соншалықты бір өзінің сол кісіменен жарысып алға қойып жүргенін білдіргендігі. Яғни әрдайым өзіңізден жоғары адамдармен араласу, соларға қарай ұрыну, ол жақсы нәрсе. Бірақ әр нәрсенің өзінің шекарасын, өзінің орнын біле білсеңіздер. Құрметті бауырлар, қорытып айтатын бір маңызды нүктелер бар. Дін ұстау бұл үлкен жауапкершілік. Оны қалай болса солай ұстасаңыз бола береді. Бірақ ол сіздің өміріңіз. Сізге шынайы жәннат керек па? Қаншалықты жәннат керек? Оны сіз істей аласыз. Ол сіздің қолыңызда. Сіздің жасаған еңбегіңізге қарай аласыз. Ал енді бір үлкен маңызды айтпағым, құрметті жақсылар, елге барасыздар. Әр нәрсенің басы бар болғаннан кейін оның аяғы да бар, дұрыс па? Бұл өмірде сондай ғой. Өмірдің басы бар да, өмірдің аяғы да бар. Бұл өмірге келмек бар, кету де бар. Бәріміз келеміз, бәріміз кетеміз. Сондықтан айтатыным, құрметті жақсылар, жарайды, уағызын бітіре салайын. Қайда болсаңыз да өлімді ұмытпаңыз. Әрдайым жоғарыға мақсат қойыңыз. Адам мақсатымен биік болады. Мақсатымен биік болады. Сізді биіктететін не? Мақсат. Барлық нәрседе биік мақсат қойыңыз. Мақсат адамды шыңдайды. Білесіз ба? Бұл дүниенің қызығы да сол, мақсатқа жету емес. Сол мақсаттың барысындағы жол ғой. Мысал айтайықшы, екі адам мақсат қойды. Біреу кішкентай мақсат қойды да. Мысал айтайық, екеуі спортқа барды да. Біреу барды айтты да, мен өзім денсаулығым үшін ғой жай жүгіріп жатырмын деді. Ал біреу айтты, жоқ деді, мен әлемдік марафонға қатысып бірінші орын алам деді. Сөйтіп екеуі барды да жүгіруге. Күніге барады. Бір жерлер келген кезінде екеуіне баға беріңізші, бір белгілі бір уақыттан кейін. Күніге өзін әшейін ғана денсаулыққа арнап қойған адам, мен ойлаймын, ол қатты өзгеріске, қатты бір үлкен жетістікке жетеді деп ойламаймын. Өйткені оның мақсаты кішкентай ақ та. Ол жүгіреді әшейін күніге. Болды, орындалып жатыр да. Ол анау өзінің тыныс алудың әдістерін, жүгіргендегі денсаулықты күту, тамағына көңіл бөлу,
деген нүктелерге қарамайды. Ол жүгірсе болды. Ал енді алға чемпиондықты мақсат қылған адам, ол әрдайым биік болады. Ол тіпті чемпиондыққа жетпесе де, адамдар білесіздер ма? Президенттікке сайлауға түседі кейбіреулер. Ал енді сол адам бір жерге жиынға барып қалғанда, ол президент бола алмай қалса да, сол жарыстан жеңіліп қалса да, ол кісіні қалай деп таныстырады? Кандидат в президенты деп таныстырады. Байқайсыздар ма? Яғни президентке өзін ұсынған адам деп. Мақсаттың биіктігі ғой. Ол жеңген жоқ, бірақ өзін биік мақсатқа ұсынды, әрекет қылды. Жеңіліп қалды, проблема жоқ. Бірақ оны не нәрсе биік қылды? Мақсаты биік қылды. Оны жеңілгені туралы ешкім айтпайды қатты. Ой, сен жеңіліп қалдың ғой демейді. Өйткені мына жақта бір адамдар тіпті соның қойған мақсатына соған армандауға да рұқсат бермейді ғой өзіне. Сен сондай жарысқа бармайсың ба десе, ой, біз қаяқтанбыз, бейшарамыз дейді. Яғни соғыс басталмай жатып жеңіліп қалды ол. Әлі соғыс басталған жоқ, ол жеңіліп қалған. Қызыл жалау көтеріп, ақ жалау көтеріп болған ғой, болды деп. Оның қадірі сондай ақ болады. Сол үшін айтатыным, құрметті жақсылар, биік мақсат сізді әрдайым биік қылады. Оған жетсеңіз де, жетпесеңіз де. Түбі оған жету емес. Түбі сол жердегі жол. Сол жердегі қыңыр, қисық жолдар, бүкіл ауыртпашылықтар, міне сол ғой нағыз энергия береді сізге. Сізді жандыратын да сол. Өйткені мақсатқа жетіп алғаннан кейін бар ғой, сізге ол мақсат қызық болмай қалады. Түсінесіз ба? Мысалы айтақсыз. Чемпион болып қойдыңыз да. Мысалы көп анау әншілер, үлкен артистер, өз-өзін өлтіріп жібергендер бар солардың ішінде. Неге? Өйткені ол бәрін былай айтқанда дүнияуи нәрсені жетістік қойды, соған жетіп алды да. Оған енді осы дүниенің қызыл-жасыл қызық емес болып қалды. Мысалы, атаққа жүгірді да, атақты болып қойды. Кімсің пәленше деген әртіс? Жұрттың бәрі оны суретке шығарды, журналдар, атағын алып алды, көп атақ алды. Сөйтті да сол атақтың арқасында, қызық, мына жерде екен ғой деп әдемі дастарханды көрді. Бірақ дастарханда да жейтін нәрсе қалмайды өзі, бір күні жей берсең. Бәрін көріп қойған боласың. Сосын ел аралайды. Елде таусылып қалады аралайтын қызық жерлер. Бәріне жеткесін енді бұзықшылыққа кетеді. Нашар шегеді. Сосын ол да тояды. Сөйтеді өз-өзін өлтіріп тастай салады. Өйткені мақсаты биік емес та. Биік мақсат таба алмады. Себебі бұл дүние бізге биік мақсат бола алмайды. Бұл дүниенің барлығы құрал ол, түсінесіз ба? Оның әртіс болғандығы, әртістегі ортадағы алып атқан жүлделер, орындар, оның бәрі құрал. Құрал, түсінесіз ба? Құрал. Ол биік мақсат емес. Чемпион болу ол мақсат емес, ол құрал. Сен чемпион болғаннан кейінгі өмір шынайы өмір. Соны сен ұстап тұра алуың, міне шынайы вызов дейді ғой, шынайы нәрсе. Ал енді сен чемпион болдың ба? Болдың. Ал енді соны қанша уақыт ұстап тұра алады екенсің? Қанша жыл? 10 жыл ма? 20 жыл ма? 50 жыл ма? Мысалы, қандай үлкен мақсат, Мысалы айтақ, бір адам айтады, ол кісі, мысалы дейік, бокстан чемпион. Жақсы, пенсияға шығып кеткенше тақты берген жоқ қой дейді, мысалда. Атақ па? Атақ. Абырой ма? Абырой, иә. Бірақ оған жеткенде бар, жетпегенде бар. Бірақ соны қойған адам, оған жете алмаса да яғни өмір бақи, ол күреседі. Онда өмір бақиғы энергия болады. Өйткені оның мақсаты өте жоғары, өте биік. Құрметті жақсылар, біздің мақсатымыз жәннат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін айтады. Жәннаттың ішіндегі Фирдаус жәннатын аңсаңдар дейді. Шынай аңсайсың ба дейді да? Жәннаттың ең биігін аңса дейді. Мақсат ендеше сол бізді соған апаратын биік-биік жолдар. Бізді бақытты қылатын да сол. Және де құрметті жақсылар, шынайы орындалу керек болған дүниелер ол Алланың құзырында болатын шығар. Өйткені Алла тағала Құранда айтады.
сендердің құзырларыңдағы нәрсе таусылады, менің құзырымдағы нәрсе бақи дейді. Мәңгі бақи да. Яғни, бұның таусылып қалатын нәрсесін аңсаған адам, мен ойлаймын, өз-өзін алдап жүрген адам. Бәлки бұның бәрін құрал, жолдағы бір жолыққан зат ретінде қарап, мақсатты арырақ қойсаңыз екен. Және де құрметті зияратшылар, мынандай бір нәрсе бар. Меккеден, Мединадан елге кетесіз, сол кездегі жасайтын бір дұға бар. Ол дұғаның қазақшасы былай. Көп адамдар сол жерде де өзін қате айтады да. Жаңағыдай бүйтіп айтады. Екінші қайтып келе алам ба, келе алмайым ба деп айтады. Олай деп бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұға үйреткен емес. Бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Я Аллахым, маған тағы да осы жерге 12 мүшем сау болып келуді нәсіп ет" дейді. Яғни, өмірде бір жақсылық көрсеңіз, ол жақсылықты азырқанып, өзіңізді бір сыпайылық танытпай-ақ қойыңыз. Құдай сізге берді ма, оны бергенді ала беру керек қой. Ешқашан оны азайтпаңыз. Алланың қазынасы кең. Алла тағала Ибрахим пайғамбарға 80-інде ұл сыйлады. 100-нің үстіне шыққанда да ұл сыйлады. Яғни, өмірдің бітіп қалды деген жері жоқ. Алланың бергенінің бәрін алу керек. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллим. Көп Аллаға зікір етіңіздер, ғибадат қылыңыздар. Ішкі жан дүниеңізді түзеңіз, өзіңізді әрдайым дамытыңыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда бір хадис бар. Кімде кімнің кешегісі мен бүгіні тең болатын болса, ол ұтылды дейді. Яғни, ман истауа яумаху фахуа мағбун дейді. Кімде кімнің кешегісі мен бүгінгісі. Яғни, кеше сен қандай болдың, бүгін сен дәл сондай болсаң, онда сен ұтылған адамсың. Кеше қандайсың, бүгін содан артық болу керек қой. Сонда сен шынайы жеңімпаздардан болады екесің. Алла разы болсын тыңдағандарыңызға. Алла өмірлеріңізге береке берсін.